Алоэ вера өсімдік, өте танымал. Адамдар оны емдік қасиеттері үшін пайдаланады. Оның қалың етті жапырақтары бар. Бұл жапырақтардың ішінде гель бар. Бұл гель алоэ вераны ерекше етеді. Алоэ вера жылы климатта өседі. Оны өсіру оңай. Тіпті үйде де өсіруге болады. Көптеген адамдар алоэ вера өсімдігін үйінде ұстайды. Олар оны күйіктер мен терінің тітіркенуін басу үшін қолданады. Алоэ вера ғасырлар бойы қолданылып келеді. Ежелгі мәдениеттер оны пайдаланған. Олар оның керемет пайдасы туралы білген. Бүгінде алоэ вера әлі де танымал. Ол көптеген денсаулық және сұлулық өнімдерінде қолданылады. Алоэ вера табиғи емші. Ол көптеген ауруларға көмектесе алады. Оның негізгі артықшылықтарының бірі күйікті басу мүмкіндігі. Егер сізде күнге күйі болса, алоэ вера гелін зақымдалған жерге жағыңыз. Гель күйікті салқындатады. Ол сонымен қатар қызаруды және қабынуды азайтады. Алоэ вера сонымен қатар кесілген жерлер мен жараларды емдеуге көмектеседі. Гельдің бактерияға қарсы қасиеттері бар. Бұл қасиеттер инфекцияның алдын алуға көмектеседі. Алоэ вера безеуді емдеуде тиімді. Ол безеуден туындаған қабынуды және қызаруды азайтады. Алоэ вера тіпті ас қорыту проблемаларына да көмектесе алады. Алоэ вера шырынын ішу күйдіргі мен асқазанның қыжылдауын басады. Алоэ вера тері мен шаш күтіміне арналған керемет табиғи ингредиент. Ол табиғи ылғалдандырғыш. Оны бетке және денеге қолдануға болады. Ол теріні ылғалдандыруға көмектеседі. Алоэ вера сонымен қатар әжімдердің пайда болуын азайтуға көмектеседі. Ол коллаген өндірісін арттыру арқылы мұны істейді. Коллаген терінің серпімділігі үшін маңызды. Шаш күтімі үшін алоэ вераны кондиционер ретінде пайдалануға болады. Ол шашты жұмсақ және жылтыр етеді. Ол сонымен қатар қайызғақ пен бас терісінің тітіркенуін азайтуға көмектеседі. Алоэ вера гелін шаш маскасы ретінде қолданып көріңіз. Оны шашыңызға жағып, шаюдан 30 минут бұрын қалдырыңыз. Вера тек денеңіздің сырты үшін ғана емес, сонымен қатар ішкі денсаулығыңыз үшін де пайдалы. Алоэ вера иммундық жүйені нығайтуға көмектеседі. Алоэ вера құрамында антиоксиданттар бар. Антиоксиданттар денеңізді бос радикалдардан болатын зақымданудан қорғауға көмектеседі. Алоэ вера шырынын ішу иммундық жүйені нығайтуға көмектеседі. Ол сонымен қатар ас қорытуды жақсартуға көмектеседі. Жақсы ас қорыту жалпы денсаулық үшін маңызды. Алоэ вера сонымен қатар денені токсиндерден тазартуға көмектеседі. Ол токсиндерді шығаруға көмектесу арқылы мұны істейді. Алоэ вера жан-жақты өсімдік. Оның қолданылу аясы кең. Ол табиғи емші. Ол сұлулық құралы. Ол иммунитетті көтеретін құрал. Сіз алоэ вераны әртүрлі тәсілдермен қолдана аласыз. Сіз гельді тікелей теріңізге жағуға болады. Алоэ вера шырынын ішуге болады. Сіз сонымен қатар алоэ вераны көптеген өнімдерден таба аласыз. Жергілікті денсаулық сақтау дүкеніңізден алоэ вера іздеңіз. Сіз лосьондарды, сусабындарды және тіпті тіс пасталарын таба аласыз. Алоэ вера денсаулығыңыз бен әл-ауқатыңызды жақсартудың табиғи және тиімді тәсілі. Табиғаттың ғажайып емшісі. Алоэ вера табиғаттың шынайы сыйы. Ол емдік қасиеттері үшін ғасырлар бойы қолданылып келеді. Алоэ вера жан-жақты өсімдік. Оны әртүрлі мақсаттарда пайдалануға болады. Ол табиғи емші, сұлулық құралы және иммунитетті көтеретін құрал. Алоэ вераны күнделікті өміріңізге қосуды ойланыңыз. Сіз оның көптеген пайдасын көре аласыз. Күнге күйіп қалсаңыз да, бет теріңізді жақсартқыңыз келсе де, немесе жалпы денсаулығыңызды нығайтқыңыз келсе де, алоэ вера табиғи және тиімді шешім.